Алысар бүгін қайырлы таң. Бүгін сіздермен бірге мен осында көшті фастфуд жасап алдым. Фастфудқа ұқсайды лаваш. Ішіндегі заттармен қалай цитосымен бөлісіп кетейін. Бірінші лаваш бізде осындай жұмсақ болып тұр міне. Жұмсақ болып тұр. Ал бізде екіншісіне осындай күшті сатып алынған сосиска. Нарлендка, конечно, молочный, біз соны жақсы көреміз. И осындай бізде мынақта тұрғаны ол бізде мынандай сливочный пломбирный сыр бар емес. Пломбирный деппін ғой. Мынандай сыробогатов деген сливочный плавленый сыр, короче, еріткен сыр, яғни сұйық сыр. Ал достар, мен қазір осының дәмін татып көремін. Өте күшті, прям қамырауқат сияқты болып тұр. Мынау прям андай шетелский қамырауқат болды ғой, короче. Дайдам көріп. Бірінші біз осылай. Негізінде көп қылып жасаған себебім үйдегілерде жесін деп жасадым. Сондықтан да мен көп жасадым. Мұны қолмен жеу берсер кәдімгідей былай істеп ше. Ал мына лавашын алдым. Осындай лавашымды жұмсақ лавашымды. Аяқтары қытырлақ болып қапты, аяқтары болса жұмсақ болып тұр екен. Кестім әлемді тұрып, лавашында өте күшті, свежий. Кеттік салып аяқ бірінші. Қолмен ұстайсыздар, дәл осылай сіздерге көрсетейін. Аласыздар. Потом сосискамызды осылай батырасыздар. Потому что кетчуп майонездер. Айтпасам мен сіздерге кетчуп майонез қостым бетіне. Кетчуп майонезге бір батырам. Енді осыны ораймын. Тестасын қалай жасадыңыз деп сұрап жатқандар, осы түрінен біліп тұрған жария қалай жасаған. Оп-оңай бұл. Ешқандай газ керек емес. Ешқандай керек емес кәптем. Өзің жасай бересің қолдар. Заттарым болса болды. Ал біз сәпілі дәм татайық. Өте дәмді өтсе. Өте дәмді прям. Күшті ғой мәзілені. Бірдек жасап тұрмын. Лезет. Нені бұлықтырған кема дегендер, бұлықтырып жегенді жақсы көремін.